Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Келе жатқан жаңа жыл мейрамы құтты болсын. Достар, жаңа жылда қандай тамақ дайындайын деп жатсыздар, қандай салат әзірлейін деп жатсыңдар. Біздер әйеліміз екеуміз бүгін жаңа жылдық мандаринка деген салатын дайындайын деп жатқан жайымыз бар. Құрамында қандай не бар екенін менің жаным сұлуым айтып кетсін. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер жаңа жылдық новогодний мандаринки салатын дайындаймыз. Біздермен болыңыздар. Бұған керегі бізге 4 піскен сәбіз, 4 піскен жұмыртқа, тауық еті, піскен сыр, тұз, майонез және укроп, петрушка керек. Ал біз дайындауды бастаймыз салатымызды. Ол үшін банағы морковымызды чөркінің кішкентай жағынан өткіземіз. Достар, әйелдің тамақты әдемі пісіреді ғой. Әр адамның өзінің әйел адамның тамақты жақсы пісіреді. Бірақ мына отбасымызбен бірігіп пісірген тамақ өте дәмді болады деп сенемін. Ал міне біздер барлығын чөркінің кішкентай жағынан өткізіп алдық. Сәбізді, жұмыртқаны, сырды чөркінің кішкентай жағынан өткізіп алдық. Укроп турадық, тұз септім және тауықтың етін турап алдым ұсақтап. Оған 2-3 қасық майонез қостым. Қаймақ қосуға да болады. Ары қарай осыны араластырып бір қоспа жасаймыз. Ендігі кезекте осындай шұңғыл тарелкаға пищевой пленка төсейміз. Размерімен кесіп алып осылай осының ішіне банағы морковты саламыз. Осылай дөңгелетіп, содан кейін ортасына қоспасын саламыз. Так, ендігі кезекте осы мына основной қоспамызды саламыз. Банағы барлығын араластырған. Осындай көз мөлшерімен салып жатырмын енді. Осыны аламыз да, ана пленкамызды көтереміз былай. Түсінген шығарсыздар, иә? Осыны пленканы ораймыз. Көріп тұрсыздар ма? Уже мандаринға ұқсап қалды. Кәдімгідей мандарин аумайды, иә? Иә, аумайды. Осылай айналдырып пленкамызды кішкенеден кейін алып тастаймыз. Ал мінекей біздің салатымыз дайын. Мандаринін аумай қалды, өте әдемі болып шықты. Тек үстіне осылай петрушканы қондырып қоясыздар. Өте әдемі шығады. Күшті шыққан, иә? Иә, өте әдемі. Ендігі арасын кесіп көрейік, қалай шықты екен. Бисмилля деп. О, мама, не арасы мынандай болып деген. шықты. Көрдіңіздер ғой, күшті әдемі шықты. Жеп қарайсың ба? Жеп қарайық. Қалай екен? Сөз жоқ, супер ғой, супер. Өте дәмді. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, біздерге лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Және комментарий қалдырыңыздар. Келесі жолы одан да жақсы рецепттермен бөлісеміз. Сау болыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылдарыңызбен.